Енді бұқтайым. Қайырлы кеш, қыздар. Қалдарыңыз қалай? Саламатсыздар ма, қыздар? Қайырлы кеш. Кешірім сұраймын. Стористе біраз отырып қалдым, сосын Айсыл Бибінің эфиріне кіріп кетіппін ар жақта. Бұқтайымды ашпай. Сонымен біздер сіздермен араға ұзақ уақыт салып, тікелей эфирлерді айма-ай жалғастыруды жөн көрдім. Себебі осы жерде сіздермен жақынырақ байланыс жасауға мүмкіндік бар. Сондықтан эфирлерге түгел қатыссаңыздар деген өтінішім бар. Бүгін біз сіздермен Джо Диспензаның «Сила подсознания» кітабы бойынша эфир жасаймыз. Әр кітаптың соңына қарай бір қорытынды эфир болады. Бірақ талдауларымыз біткен жоқ. Алла бұйыртса, бізде дәстүр бойынша әр сәрсенбі, жаңа айдың ең бірінші сәрсенбісі біз жаңа кітапқа көшеміз. Оған дейін бір айдың кітабын толық талдауды жалғастыра береміз. Демек бізде мынау кітап бойынша, саламатсыздар ма қыздар, мына кітап бойынша ең маңызды, өзекті, актуалды тұстардың барлығын бердім. Ең күшті жеріне келіп тоқтадық. Енді біз сіздермен 4 аптада изменить жизнь за 4 недели деген ғой. Сол әр аптада жасалатын медитация туралы сіздермен бөлісетін болам. Талдауларымды соған арнаймын. Жалпы бүгін эфирде мен сіздерге осы кітаптан сіздердің ұққандарыңыз бар, айтылмай қалған, талдауда айтылмай қалған тұстарға тоқталатын боламын. Әсіресе ғалымның жүргізген эксперименттеріне қатысты ақпараттарды берем. Себебі эксперименттерден мен сіздерге есіме салсам бір 2 экспериментті ғана бөлістім ғой деймін. 2-3 максимум. Ал кітапта өте көп кейстар берілген. Ғалым кәдімгідей Американың тұрғындарын өзінің қарамағына алып, солардың өмірлерін өз қолына алып, өзінің экспериментіне қатысқан адамдармен сөйлесіп, олардың не қалайтынын біліп, сол бойынша жұмыс жасаған, сол жұмыс нәтижелерін кітабында бөліскен, сол бір ақпараттарды сіздермен бөлісетін боламын. Одан кейін тағы да бір естеріңізге сала кететін дүние, YouTube'тан Джо Диспензаның медитациялары деген тақырыпты іздестіріп көріңіздер. Мен өз басым тыңдадым, бірақ мен шынымды айтайын сіздерге, медитациямен ешқашан әуестенбеген, медитацияларға үйренбеген, медитацияның қыр-сырын білмейтін адамдардың бірі едім. Осы кітапты оқу арқылы медитацияға менің бір құрметім пайда болды. Қосып жасап көріп жатырмын. Эффект 100%. Мен супер-пупер болып кеттім деп айта алмаймын, себебі менің миым әлі қарсыласып жатыр. Сондықтан егер де сіздерде бір мида қарсыласу болып жатса, бұл нормально. Это норма деп қабылдаңыздар. Өзімнің басымнан өтіп жатқан қазіргі тәжірибемен бөлісейін, сіздерге де пайдалы болсын. Ал енді сонымен негізгі тақырыпқа көшейік. Джо Диспензаның кітабын бұған дейін оқыған шығарсыздар, мүмкін үстірт болса да қараған шығарсыздар, я? Негізі білесіздер, Джо Диспензаның басына ауыр жағдайға тап болғаннан кейін, басына қиындық туған кезде дәрігерлердің барлығы болды, енді сен инвалидная коляскада қаласың, жүре алмайсың, омыртқаң мұрт сынды, анау омыртқаңдағы ең негізгі жүйке тамыр үзілді деп бұны өмірін шорт кескен кезде, былайша айтқан кезде сау өміріне, Джо Диспенза оған сенбей, өзінің түп санасын пайдаланып, аяққа тұрған адамдардың бірі. Запростарды қабылдадым. Енді мен қазір ол үшін өшіруім керек шығар, мен білмеймін, қыздар, мына жердегі қыр-сырды қайтып қарау керек екен. Қазір тоқтаңыздар. Вроде бы бәрін қабылдадым. Ары қарай жалғастыра берейікші. Өзінің басынан өткеріп, өзінің түп санасын жаңадан бағдарлама орнату арқылы, программалау арқылы күшті нәтижеге жетіп, аяқ
қолын, әсіресе орнынан тұрған қысқасы азамат қой. Сөйтіп жайлап біртіндеп мен басқаларға көмегім тисін. Осы өзімнің білген түйгенімді басқалармен бөлісейін деген ниетпен осы бір жолға түскен. Негізі мамандығы да тектен текке ол өзінің түп санасын іске қосқан жоқ. Енді ол кез келген адамның қолынан келе бермейді. Оның кәдімгі бакалавриаттағы білімі, жалпы білімі осы мимен байланысты болған нейро психология бағытында білім алған жігіт. Сондықтан сол жағынан өздеріңіз енді байқап отырсыздар. Мына кітап талдауларында естіген кезде адамның ақылына сыймайтын, бұрын соңды ойланбаған тұстарды бізге беріп тұр. Енді қыздар, жарайды, енді әрі қарай автор туралы айттым, тағы да айтып жатырмын. Енді ең негізгі кітапта бар, бірақ мен сіздерге талдаудыға айтылмаған эксперименттерге келейік. Мені таңғалдырған дүние, біз ойлаймыз ғой, бақыт формуласы кітабын талдаған кезде де мен сіздерге айттым, Алла тағаланың көркем жаратылысы біздің тәніміз деп айтқан имам Ғазали. Осыны Джо Диспенза кітабын оқып отырып, осы екі кітапты менің қатар оқығаным, қатар қайталағаным маған қатты әсер етті. Қай жағынан? Біздің миымыздың мүмкіндіктерін біз толыққанды білмейтіндігіміз. Осы жасыма дейін мен миымның сондай бір қабілеттерін, өте бір тонкий мәселелерді, нәзік мәселелерді бұған дейін білгенімде, менің жақсы өмірім бұдан ертерек басталар ма еді деген ой келді. Әсіресе жас қыздарға, үйдегі қыздарыңызға, жас өмірді енді бастап жатқан балаларымызға осы бір кітаптағы айтылған ақпараттарды миына сіңіруіміз керек. Мектеп жасындағы балаларға кеше білдіңіздер өздеріңіз, әртүрлі толқындардың бар екенін білдіңіздер, сол кезде қай толқында, есімізге түсірейік, қай толқында біздің баламыз қиял әлемімен осы әлемді қатар алып жүретін еді. Ол бізде бастауыш сыныпта оқитын балалар. Демек, бастауыш сыныпта мен айттым сіздерге қиял ғажайып ертегілерді көп оқып берейік деп. Осы қиял ғажап ертегілерін оқудан бөлек Джо Диспензаның кітабынан алынған ақпараттарды балаларға айтатын болсақ, олардың қиялы біздікіне қарағанда кең ғой. Олардың қиялы ұшқыр біздікіне қарағанда. Сонда олар осы бастан өз өмірін күшті қылып программалауды бізден үйренсе, бізден бақытты ана болмайтын шығар деп ойлаймын. Мен күнделікті осыны естіп отырып қыздарыма айтам, ұлдарыма айтам, Айбарға айтам әсіресе. Ойланып қалады олар кәдімгідей естігенде. Сол жағы сіздерге құлақ қағыс болсын, естеріңізде болсын, біліп жатқан ақпараттарыңызбен, балаларыңызбен бөлісіңіздер. Неғұрлым біз барлығын балаға айтамыз, баланың өмірі соғұрлым сапалы болады біздікіне қарағанда. Олар саналы өмірге бізге қарағанда ертерек көшеді. Бұл ойды айтып жатқан себебім, мынау біздің миымызда айттым ғой, жаңа нейрондар пайда болуы керек деп. Сол жерде біздің миымызда бір клеткалар бар екен. Ол клеткалардың суретін кітап үйлеріңізде бар шығар, өздеріңіз қарап шықсаңыздар болады. Автор өз кітабында көрсетеді, және клетканың сыртқы қабаты бар дейді. Мысалы, біздің миымыз айталық мынадай бір, осындай бір клетка форматында деңіз, осы клетканың қабығы болады екен. Бұл қабық мынандай пазл сияқты ғой. Пазл әртүрлі нәрселерден әкеліп құралмай ма? Мысалы, мына жерден жабылады, тура сол сияқты бір сурет шығады пазлда да. Тура сол сияқты мынау миымыздағы клеткалар өз жұмысын атқарып тұрған кезде, сыртқы фактордың әсерінен, сыртқы әлемнен келген түрлі сигналдар біздің миымызға дың етіп, мысалы бір жерден жаңа ақпаратты естідік, біздің миымызға дың етіп қонды ғой. Сол кезде бізде реакция басталып кетеді екен, химиялық реакция. Мына айтылған ақпарат біздің миымызға түседі, одан кейін ол бірнеше бөліктерге бөлінеді. Яғни біздің мынау клеткамыздың сырты, кішкентай клетка болатын болса, сол клетканың сырты мынадай бір қабат
қабық пайда болады жаңағы клетканың сыртында. Ол қабық пайда болғаннан кейін сол қабықтан сигнал шыға бастайды. Келіп клетканың сырты бір қабық пайда болды, жұқа қабық. Сөйтіп қабық битіп түйісіп пазл сияқты құрастырылған кезде сигнал пайда болды. Сөйтіп ол сигнал айтылған ақпараттың мазмұнына қарай, сырттан келген ақпараттың мазмұнына қарай миымыздағы клеткаларда бір сигнал пайда болады да, сосын ол химиялық реакцияға түседі. Яғни ең бірінші ол жүйке тамырларына кетеді. Жүйке тамырлары бірден ол ақпаратты өңдей бастайды. Қандай реакция, химиялық реакция жіберсем екен деп ойлана бастайды. Сосын біздің эмоцияларымыз іске қосылады. Жүйке тамырларына қосылғаннан кейін жүйке реакция береді тағын. Сосын осы жерде біз айтылған ақпаратымызды қабылдауымызға байланысты. Қуанамыз ба, жылаймыз ба, жоқ күлеміз ба, жоқ тамсанамыз ба, соған қатысты бір химиялық реакция пайда болып, одан кейін оған денемізде реакция бере бастайды екен. Яғни бұл жерден айтатын, миымызда қорытатын дүние, біздің миымыз кез келген ақпаратты алған кезде миымыздағы біздің клеткаларымыз реакция бере бастайды. Ол реакция қалай беріледі? Ең бірінші ақпарат түскен кезде бірден бірнеше, мысалы, бір арнаға су құйылады да, одан кейін бар сол арнадан бірнеше көздерге су аға бастайды. Немесе, мысалы, душтан су аққан кезде әртүрлі тесіктерден су шығады ғой. Тура сол сияқты біздің миымызға келген ақпарат миымызға келіп түскеннен кейін, өзінің ұяшығына түскеннен кейін, тиісті ұяшықтарға, тиісті каналдарға белгілі бір сенсорлық сигналдар кете бастайды. Сол сигналға сәйкес, мысалы, денемізге кеткен болса, біздің денемізде соған сәйкес қимылдай бастайды. Неге? Өйткені біздің жүйке тамырларымызда белгілі бір химиялық реакция іске қосылды деген сөз. Егер де жалпақ тілмен түсіндіретін болсақ солай. Сондықтан автор айтады, былай дейді бізге: біз әрдайым сырттан келген қандай да бір ақпаратты ең алдымен миымызға қабылдаған кезде бақылаушы позициясында тұрып қабылдауымыз керек. Яғни біз ол ақпаратты бірден жүрегімізге түсіріп уайымға салынбай, өзіміз ұстап тұрып саналы түрде мен бұған қандай реакция білдіруім керек деген сияқты ойды ойлануыңыз керек. Яғни бізде эмоционалдық интеллект іске қосылады. Ал интеллект дегеніміз жалпы бұл біздің біліміміздің деңгейі. Егер де біз өзіміздің эмоциямызбен жұмыс жасай алмайтын болсақ, біздің эмоционалдық интеллектіміз төмен болады да, біздің кез келген нәрсеге реакциямызда дұрыс фильтрдан өткізілмей, біздің миымызға, жүрегімізге, тәнімізге әсер етіп, ол түрлі ауруларға душар етуі мүмкін. Жалпы біздің өміріміз біздің ойымыздан, эмоциямыздан тұрады деп айттық. Автор не деді бізге? Мысли плюс эмоция тең біздегі реакция. Ал реакция определяет наше бытие деді. Біздің состояниемізді, біздің қалып күйімізді анықтайды дедік. Енді осы жерде автор мынадай бір бізге мысал береді, кейс береді. Бір жігіт болыпты Америкада. Джо Диспензаның қарамағында соның зерттеу нысаны болған бір жігіт болыпты. Ол жігіт мамандығы әртүрлі темірден құйып істейтін заттар бар ғой, кованое железо дейді ғой. Қысқасы сварщик қой, былайша айтқан кезде. Темірден әртүрлі нәрселерді істейтін адам болыпты. Түрлі решеткаларды, түрлі жаңағы темірден жасалатын тағы нелер бар, күшті кереметтерді істейтін жігіт болыпты. Өйткені оның үйінде әкесінің сондай бизнесі бар екен. Жаңағы темірден әртүрлі бұйымдарды құятын. Бұл негізі бала күнінде музыкант болғысы келген бұл бала. Билл деген жігіт екен. Сөйтіп айтады, менімен жұмыс жүргізген жаңағы Билл деген жігіт раковый опухольмен келген ғой бұның алдына. Рак клеткалары өршіп, бірнеше химиотерапиядан өтіп, өлет мына жігіт болды, бұның өмірі жоқ енді деген кезде Джо Диспензаға келген. Дәрігерлер маған өлейін деп жатсын деп жатыр,
мен бірақ осындай деп жағдайын айтқан. Сосын енді Джо Диспенза сөйлеспей ма бұнымен? Сөйтсе, бұл кім болып жұмыс істейсің? Жаңағыдай темірді сварклейм. Менің сондай бір бизнесім бар, әкемнен қалған, соны жүргізем. Жақсы өмір сүрем, бірақ осылай ауруға шалдықтым. Дәрігерлер не деп жатыр? Сен күннің астында көп жүргенсің, жаңағы шынында да күннен шыққан не екен, дақ екен. Сөйтіп ол дақ кейін рак болуға шақ қалған ғой, енді рак болған тіпті 2 химиядан өтіп келіп тұр деді. Сосын әрі қарай сұрайды, сен кім болғың келді, жалпы балалық шағыңды айтып бер. Сөйтсе, әкесі өте қатал болған, әкесінің бизнесін жалғастыруға әкесі бұған нұсқау берген. Сосын бұл айтқан ғой, мен музыкант болғым келеді деп. Сен музыкант болмай-ақ қой, өзіңді асырай алмайсың музыкант болып. Одан қайта мына бизнесті жалғастыр, саған нан тауып беріп отырған деп, бұның сөзіне ешкім құлақ аспаған. Содан бұл жігіт жаңағы сварщик болып өмір бақи, қысы бар, жазы бар, елдің үйін әдемілеуге, біреудің тапсырысын орындауға жұмыс істейді, бірақ жүрегі музыканы қалайды екен. Сөйтіп ол арманына жетпейді, ақыр соңында жаңағыдай күн өтіп ауырады. Қысқасы, Джо Диспензаның алдына келген кезде Джо Диспенза бұған мынадай кеңес береді. Ақыры сенің өмірің азғантай уақыт қалған екен. Әдетте біз осындай бір жаман аурумен ауырған кезде дәрігерлер айтады, максимум бір 6 ай, 1 жыл, 2 жылы бар деп айтады. Бұған да енді сондай өте қорқынышты диагноз қойған ғой. Сосын бұған Джо Диспенза айтқан, сен өзіңнің таныстарың жоқ жерге, бөтен бір елге барып тұрып көр. Өзіңмен өзің қал, өзіңнің ойларыңмен қал, өзіңнің ойларыңа бақылау жаса, өзіңнің өміріңе бір анализ жаса деп бұған кеңес береді. Содан бұл жігіт Америкадан қайда барсам екен деп Мексикаға кетеді. Ал кешіріңіздер, мен есікті кілттеп алып отырғанмын ғой. Күйеуім келді, қазір аша салайыншы, үйде жалғыз едім бүгін. Қазір 1 минут кешірім сұрайын. Кешірім сұрайым. Мына жерде кабинеттегі терезенің астында ай деп айқайлап тұр. Мен өзімше қорқақпын, жалғыз қалсам қорқып боламын. Қорқамын да барлық жерді кілттеп алғанмын ғой. Сонымен Мексикаға кетеді жаңағы Билл деген жігіт. Сөйтіп сол жақта жалғыз өзі Мексикада нелер бар екен, кішігірім ауылдар, ол жақта енді судың жағасы ғой. Сондай бір арал сияқты, онша ешкім тұрмайтын жерге барып бір өзі тұрады ғой. Сөйтіп ойланады, сөйтіп күнделік жүргізеді, сөйтеді да сол жерге жаза береді. Бүкіл өмірін көз алдынан өткізеді. Енді ойлаңыздаршы, азғантай ғана уақытың қалды деп дәрігерлер айтып қойған. Танымайтын жерге барғаннан кейін, өзімен өзі қалғаннан кейін не істейді ол? Әрине өзінің өміріне анализ жасайды. Сөйтеді де жаңағы жерде күндіз жалғыз өзі, түнде жалғыз өзі дәптерін алып алады да бүкіл өмірін жазады ғой. Іштегінің бәрін, шерінің бәрін шығарады, мұңның бәрін шығарады. Сөйтіп ойланып қараса, әлгі жігіт ешқандай өзінің бала күнгі арманының бірде-біреуіне қол жеткізбеген екен. Музыкант болғысы келді, әке шешесі болмайсың деді, өзіне ұнамайтын жұмыспен айналысты. Музыкант болғысы келген жігіттің жүрегі нәзік болады, иә? Ондай адамның шабыты болады, жүрегі нәзік болады. Ал ол таңертеңнен кешке дейін темірлерді жаңағыдай қылып, не дейді,
оттың астында ыстық темірді қыздырып ұстап тұру үшін адамға қандай қатал болу керек. Жүрегі қарайып қатып қалған ғой енді әлгі жігіттің. Содан әйелімен, баласымен де проблема болады. Оның сыры неде? Неге мен үйде, отбасында үйдегілермен де дұрыс сөйлесе алмаймын? Жұрттың бәрімен не үшін мен ұрсысып қала берем? Деп өзінің бүкіл өмірі көз алдынан өткен кезде өзінің әрекеттеріне де анализ жасайды. Сонда бұның кіжіне беруіне де себеп болған, өзін өзі іштей жей беруіне де себеп болған нәрсе сол бала күнгі арманның орындалмай қалғаннан екен. Өзі сондай бір ойға келеді. Сөйтіп күнделікті таңертең, былай деп жазған, күнделікті таңертең биыл ұйқысынан тұрған кезде тапсырма берген ғой Джо Диспенза, ананы істе, мынаны істе деп. Сонда екінші тапсырма күнделікті ұйқыдан тұрған кезде өзіңнің әрекеттеріңді бақыла деген тапсырма болған. Енді сен қаншалықты өзіңнің әрекеттеріңе өзің көңілің толады. Сосын ол жалғыз өзі таңертең тұрады, таңертең ол ұйқыдан тұрған кезде тырысып тұрады екен. Қабағы бүрісіп, тырысып, өміріне риза болмай, шаршап тұрады екен ұйқысынан. Сол бір әрекеті мен күнделікті айнаға қараған кезде уым-дуым түрімді көрем айнадан. Өміріме риза емеспін. Енді азғантай ғана ғұмырым қалды ғой, мен бұл әрекетімді өзгертейін деп күнделікті ұйқыдан тұрған кезде бұрын тырысып тұратын болса, бұл жолы жайдары тұрып үйрене бастайды. Айнаға қарағанда өзіне күліп қарайтын болады. Одан кейін ол жақта ешқандай жаңағы темірді варить етпейтін болғаннан кейін ол жақта өзінің сүйікті музыкаларын, классикалық музыканы тыңдай бастайды. Моцарт, Бах, өзіне кім ұнайды, бүкілін тыңдап жаны рахаттанады. Сосын жағалауға шығады да былай жүреді, өзіне ұнайтын әрекеттерді жасай бастайды да. Сонда өзін бақылап қараса, бір аптадан кейін күнделіктегі жазулары өзгере бастайды. Демек, адам өзінің ойына, енді бұған дейін өткен өміріне налғандығын, ешқандай жолы болмағандығын, өмір бойы әке-шешесінің ойынан шығам деді, одан кейін отбасын асырайым деді, әйелдің есебінен шығам деді, балаларды асырайым деді, әйтеуір өзін ең соңғы орынға қойып жүргендігін мойындаған ғой әбден, жылаған, сықтаған. Одан кейін өзінің әрекеттеріне бақылау жасап, әрекеттерінің дұрыс емес екенін біліп дұрыстап, одан кейінгі күнделіктегі жазуларға қараса, позитивті нотадағы жазулар пайда болған дәптерінде. Ол жаза бастаған, қандай күшті, бүгін ауа райы күшті болып тұр, бүгін мен серуендеп келдім, бүгін таңертең тұрғанда өзіме былай дедім, өмір деген шынымен де ғажап екен ғой деген сияқты жазулар жаза бастаған, өзінің әрекеттерін солай байқайды. Содан қысқасы бір ай бөлек тұрып, отбасынан, барлығынан бөлек тұрып, оқшауланып, өзінің ойын өзі реттеп болғаннан кейін, бұл уже ауылына қайтқысы келеді, Америкасына. Сөйтіп, өзі осознанно ауылға қайтатын болады. Бірақ ауылға келген кезде мен ең бірінші мына жұмыстың барлығын тастаймын, күйген дүние күйіп кетсін, мен өзімнің қалайтын музыкаммен айналсам, мен одан кейін мынандай спорт түріне барам, мен сосын осы уақытымды былай өткізем деп кәдімгідей жоспар құрады. Ішінде энтузиазм толып тұр, позитивті ой толып тұр. Әбден енді миындағы артық ақпараттан құтылды ғой. Сөйтіп, Америкаға келгеннен кейін сол әрекеттерді жасап, өмірін біртіндеп, енді азғантай ғана ғұмырымды жақсылап өткізейін деп, саналы түрде әрбір әрекетіне өзі жауап беретіндей дәрежеге көтеріледі жаңағы баланың ойы, санасы, еркектің. Қысқасы айналғанда тағы бір ай өткеннен кейін дәрігерге барады, кезекті қарауға. Сол кезде жаңағы раковая опухолі 0 болады ғой, жоқ, мүлдем жоқ. Дәрігерлердің барлығы шок болады. Сөйткен кезде бұл жылап-сықтап Джо Диспензаға келіп, бүкіл рахметін айтып, алғысын жаудырады. Сонда автордың бұл жерде айтқан ойы, кез келген адам өзінің жақсы өмір сүруін қалайтын болса, бұрынғы өзінен полностью отвыкать ету керек. Яғни сіз бұрынғы өзіңізді мүлдем ұмыту керексіз ғой.
өзіңіздің жаңа меніңізді кәдімгі кірпіш қылып өзіңіздің жаңа меніңізді жаңадан қалау керексіз да, анадан жаңа туғандай болу керексіз ғой. Мына мидағы ескі бүкіл ойлардың барлығынан арылу керексіз. Ал қалай арыламыз енді бұл жерде? Бұл жерде арылу үшін бізге көмектесетін медитация. Өткен жолы медитацияның 2 түрі бар екенін айтқан болатынмын, соны қайталап тыңдап алыңыздар. Метапознание және самоосознание деген 2 бағыты болады дедік. Егер де осы 2 бағыттың не екенін түсініп алып, одан кейін барып медитацияға кірісетін болсақ, біз күшті нәтижелерге қол жеткіземіз. Медитация минимум 40 минут болғаны дұрыс дейді автор. Одан кейін мысалы ең бірінші мен сіздерге талдауда түсіндірем, дәл қазір бір ғана жерін айтып өтейін. Индукционный период деген болады дейді автор. Бұл кез келген адам, мысалы мен сияқты адам ғой, медитацияны бұрын соңды жасап көрмеген, медитацияның қадір қасиетін түсінбейтін адам мен сияқты. Ол 1 апта медитацияның не екенін түсіну үшін ешқандай запрос бермей миға, тек қана миды өзінің мидағы ойды өзінің тәнінен, кеңістіктен алып шығуды үйрену керек. Яғни біз өте рационалды адам болып қалғанымыз соншалықты біз өзіміздің ойымызды санамыздан жұлып ала алмаймыз. Біздің 5% санамыз 95% түп сананы, біздің тәнімізді, бүкілімізді 5% сана басқарады екен, негізі материалдық өмірде. Ал біздің мақсатымыз, Джо Диспенза айтады, біз 5% күші бар санаға бар мүмкіндікті, разум, бар мүмкіндікті сол санаға беріп қоймауымыз керек дейді. Біз түп сана бар ғой, біздің 95% миымыздың архивінің 95%-ын алып жатқан түп сана. Сол түп санаға біз кіретіндей деңгейге жетуіміз керек дейді. Өйткені біздің бүкіл өміріміздегі убеждениялар, қатып қалған паттерндардың барлығы сол түп санада жатыр дейді. Сол түп санадағы ескі паттерндардың барлығын жұлып, жыртып алып тастауымыз керек қой. Қысқасы, ішін жуып шайып тазалап, өзіміздің жаңа өзіміздің ұғым түсініктерімізді отырғызуымыз керек. Сондықтан біздің санамыз сияқты балалардікі қатып қалмаған әлі. Олардың түп санасы 12 жаста ғана түп сана мен сананың арасындағы есік жабылады дедік қой біз. Сондықтан біз балалардың миына күшті бағдарламаны отырғызуға барымыз салуымыз керек ана ретінде. Олардың қанатын қиып тастамауымыз керек. Осы нәрсе есімізде болсын. Одан кейін екінші тағы да бір кейс, бір әйел туралы айтады. Бір үлкен компанияда өте бір жақсы қызметте топ менеджерлардың бірі болып істейтін бір әйел болған. Ол да Джо Диспензаның алдына келеді, өмірін өзгерткісі келіп. Оның миында мынадай түсінік болған: өмір бақи ақша тапқым келе ма, жақсы өмір сүргім келе ма, мен маңдай терімді төгіп, өліп талып, үйдің бетін көрмей жұмыс істеуім керек, сонда маған ақша келеді деп өмірін карьераға арнаған әйел ғой. Сөйтіп айтады: мен өмірімді өзгерткім келеді, бір жайбырақат, рахаттанып өмір сүргім келеді, бірақ егер де мен мына жұмыстан кетсем, мен жұмыссыз қалатын сияқтымын, бір бейшара халге еніп кететін сияқтымын, не істесем болады деп Джо Диспензаға келеді. Сосын енді Джо Диспенза бұнымен жұмысты бастайды да, сосын бұған тапсырма береді. Тура жаңағы билға айтқан тапсырмаларды береді. Бұл да жаңағыдай өзі күнделігі жүргізеді, бала күніндегі бүкіл әртүрлі оқиғаларды жаза бастайды. Бірінші кезде бейберекет жазады, одан кейін барып осознанно жаза бастайды саналы түрде. Сосын мидағы бүкіл программаны қағазға түсіріп болғаннан кейін өзіне кедергі болып тұрған не екенін анықтайды ана әйел. Сосын бұрынғы өзінен бас тартып жаңа өзін жасау керек қой. Сондағы оның байқағаны Джо Диспензаның айтқандарынан нәтиже көре бастаған сәтін ол былай сипаттайды. Бір күні дейді, мен негізі ақша оңай жолмен келеді деген дүниені мойындамайтынмын дейді. На рахате, на расслабоне, на лайте дейді ғой, сондай
форматта жүріп ақша таба аламын дегенге мүлдем сенбейтінмін. Менде ақша жаңағыдай қиындықпен келеді деген убеждение миымда болған дейді. Енді мен бұрынғы өзімді сызып тастап, жаңа өзімді жасауым керек қой. Сондықтан мен бір күні жұмыстан қайтып бара жатып, үнемі жаңағы қызмет көлігімен жүретін болған. Сол күні мен жаяу жүрем деп, водительді өзі жіберіп, жаяу шығады үйіне. Жаяу жүрейін, жан-жақты қарайын, қарапайым адамдардың өмірін көрейін деп жаңағы көшеге шығады әйел. Сосын келе жатады. Америкада білесіздер, әрбір дүңгіршекте, мынандай кішкентай дүкендерде лотерея көп сатады, толып. Сосын ана жерде бинго, мына жерде бинго сатылып жатты дейді. Сосын ал бұл өмірінде ондайға сенбейтін адам. Бұндай жолмен ақша табу мүмкін емес, бұған тек қана ақмақтар барады деп ойлайтын болған ғой. Сонда убеждениесі бар екенін байқаған ғой өзі. Сосын ойлайды, мен осы жерден бір билет ала салайыншы дейді. Өйткені мен бұрын соңды жасамаған әрекетті жасауым керек қой. Мен бұрын қиындықпен ақша келеді деп ойласам, енді мен қиындықпен ақша келмейді. Қиындықпен ғана келмейді, оңай жолмен де ақша табуға болады. Жай ғана сатып ала салайын, көрейінші дейді да, оған сенбейді да, ұтып алу мүмкін деп. Жай ғана бұрын соңды өмірінде сатып алмаған лотереяны өмірінде бірінші рет сатып алады. Яғни ол бұрын соңды жасамаған әрекетін жасайды. Сосын үйге келеді, үйге келгеннен кейін ұмытып кетеді ол лотерея туралы. Сосын анау-мынау жолдан алады, жейтін нәрселерін алады, сосын тәтті-пәттісін өмірінде жемеген нәрселерін алады. Мынау болмайды деген нәрсені сол күні сатып алады, сөйтіп үйінде рахаттанып келіп, аяқ қолды созып, телевизорды көрмеген әйел екен. Телевизорды ақмақтар көреді деп ойлайтын әйел болған ғой енді. Мен сияқты, мен де телевизор көрмеймін. Негізі сондай әрекеттерді жасау керек бұдан кейін. Сосын ол алады да телевизорды қосады, жаңағыдай күшті қылып, тәтті-пәттісін сатып алған, чипсы, мепсы бар шығар, кім біледі, әйтеуір мынандай бір үлкен нұсқа салады да телевизорды қосып қойып, каналдарды бүйтіп жүгірте береді ғой қолымен, пультті басып. Сөйткен кезде бір каналда бинго болып атады, жаңағы лотерея. Ой, мен бүгін билет сатып алдым ғой деп есіне түседі да, қалтасында мыжықталып жатқан екен, алады да, жай ғана қойып көріп атады. Ана бір номерді қайта-қайта айтады ведущий. Қарап қалса осының номері ғой. Сонда ана кітапта жазады, оқып алыңыздар өздеріңіз, күшті қылып жазған. Сонда бұл өмірінде болмаған әрекетті жасау арқылы өмірінде жетпеген нәрсеге жетіп отыр ғой. Сонда бәлен мың бинго ол жақта күшті беріледі ғой. Жазылған, суммасы ұмытып қалдым. Сондай бір күшті бингоны ұтып алады да. Содан бірден Джо Диспензаға хабарласады. Сондай да сондай болды, сөйтті де бүйтті деп. Содан Джо Диспенза ертең келіңіз дейді. Сосын ертең келген кезде барлығын айтып береді. Сонда Джо Диспенза бұл жерден қандай қорытынды шығарады. Неліктен жаңағы қыздың аты кім еді, Кейт па, ұмытып қалдым. Әйтеуір сол жаңағы американка неліктен сондай көп ақшаны ұтып алды дейді да. Өйткені ол миындағы ескі убеждениядан бас тартып, бұрын соңды жасамаған әрекетін жасады. Яғни сол убежденияға қарсы әрекетті жасады. Сондықтан біздің мақсатымыз бұл кітаптан, бұл жерден қандай мақсатты алдымызға қоюымыз керек? Біздің миымызда, мысалы сіз дәл қазір нені жақсартқыңыз келеді? Өміріңіздің қай саласын күштілегіңіз келеді, әдемілегіңіз келеді? Айталық, сіз көп ақша тапқыңыз келеді. Сонда сіздің миыңызда ақшаға қатысты қандай қатып қалған установка бар? Әке-шешеңізден естіген, білмеймін, ата-әжеңізден естіген, тек қана соған сенесіз. Ол сіздің өмірлік ережеңіз, басқаша болу мүмкін емес деп ойлайсыз. Демек сіз бұдан бұлай сол убежденияны алып тастап, өйткені сіз бұрынғы меніңізден бас тартып жатсыз ғой, жаңаша өзіңіздің ақылыңызға сыймайтын бір убеждение, жаңаша бір әрекетті жасап көресіз. Қысқасы, автордың айтатын ойы, чтобы сделать новое я, надо отвыкнуть от прежнего себя дейді. Яғни өзіңіздің бұрынғы меніңізден бас тартасыз, және қалай бас тартасыз? Бұрынғы жасаған әрекеттеріңізді жасамайсыз. Жаңаша әрекеттер жасайсыз. Мысалы, бұрын ерте тұратын болсаңыз, ерте тұрған адамға Алла тағала ырыс несібені береді деген бар.
мен өзіме түске дейін ұйықтауға рұқсат бермеймін, өзімді жеп қоям солай жасаған күні дейтін болсаңыз, бір күні рахаттанып, телефон, сағат бәрін өзіңізден алыстатып, тал түске дейін ұйықтаңыз. Керісінше тал түске дейін ұйықтайтын болсаңыз, сол күні ерте тұрыңыз. Тісіңізді оң қолмен жуатын болсаңыз, бір күні сол қолмен жуыңыз. Анау Хейл Эллерттің «Магия утра» деген кітабында бар ғой, жаңаша әрекеттерді қалыптастырғыңыз келсе, жаңаша әрекеттер жасаңыз, бұрын соңды тісіңізді оң қолыңызбен жусаңыз, бір күні сол қолыңызбен жуыңыз. Неге? Өйткені сіздің миыңызда жаңа нейрондар пайда болады дейді, жаңаша бір әрекетті жасаған кезде. Тура сол ойды Джо Диспенза да айтып тұр. Мысалы, сіз күнделікті серуендеп дағдыланбаған болсаңыз, ерінетін болсаңыз, серуендеңіз. Әйтеуір бұрын соңды жасамаған әрекеттерді жасаңыз. Сосын міндетті түрде күнделік арнаңыздар. Сосын міндетті түрде шүкіршілік жазыңыздар. Дәл осы жерде мен бақыт формуласына мысал келтірейін. Естеріңізде болса, бақыт формуласы талдауларын тағы да тыңдап шығуға кеңес берем, YouTube'да тұр. Сол жерде естеріңізде болса, не деген еді? Сапар шегу туралы, сапардың түрі болатыны, қалай пайдалы болатыны туралы Сүлеймен Бақырға не деппін ғой, Имам Ғазали бірнеше ғасыр бұрын бізге айтқан. Кез келген адам өзінің дінінен басқа жолға түсіп кетпес үшін, дінінен безбес үшін, өзін жақсарту үшін, істерінің ақыры жақсы болуы үшін мынау саяхатқа да мән беру керек. Соның ішінде ол айтқан, бұрын соңды бармаған жеріңізге барыңыз, оқшауланыңыз деп. Дәл соны Джо Диспенза да айтып тұр. Демек, сосын бақыт формуласы кітабында мынадай нәрсе бар. Былай дейді, абзал адам дегеннің қандай мағынада екенін білесіздер, абзал адамдардың қасиеті, олар оқшауланады, үндемейді, көп сөйлемейді. Демек, өзінің ойымен жүреді үнемі, бақылайды ойын деген сөз. Одан кейін ашығады деген. Джо Диспенза да дәл солай айтады. Демек, біз өзіміздің жаңа менімізді жасағымыз келсе, мысалы, квантовый скачок деп қазір Мақпал Қаратай маркетинг жасап, мықты упаковка жасап қойған ғой өзінің өніміне, өлтіріп тұрып сатып жатыр қазір бәлен мыңға, Сонда квантовый скачокты ол қайдан алып отыр? Міне мынаны алып отыр. Сосын Мақпал Қаратайдың бізден айырмашылығы, ол кәдімгі жатып алған осы кітапқа түгел бастан аяқ өзінің басынан өткізіп 1000 миллион рет жасап көрген. Сосын оның нәтижесін көрген. Сондықтан өзде ашық айтады, Джо Диспензаның кітабын, ана кітапты оқыдым, Эдхард Толленың «Сила настоящего» кітабын оқыдым деп. Ол да осы шамалас, ол жақ Эдхард Толле осы сәттен рахаттан деген дүниені біздің миымызға қондырады. Оны алдағы уақытта біз талдаймыз. Осы Джо Диспензаның жалғасы сияқты ол да. Мына кітапты оқыдым деп айтады. Сосын мына ұстаздың сабағына бардым деп айтады. Айналғанда сол ұстаздардың барлығы осы сияқты Джо Диспенза сияқты ұстаздардан тәлім алғандар. Негізі Джо Диспензаның әлемде шәкірттері көп емес екен. Нағыз шәкірттер, соның қарамағында жүрген. Александр Сенченко деген шәкірті бар екен. Орыстардан, сол егерде Джо Диспензаның медитациялар ауыр болса, Александр Сенченконы тыңдасаңыздар болады. Бағана мен тыңдадым оны. Жаман емес, ол да тура Джо Диспензаны енді басқаша формада жеткізеді, бірақ мағынасы сол. Ал енді Джо Диспензаның медитацияларының мәні неде? Біздің мақсатымыз анау квантовый кеңістікке жақындау ғой. Ал кванттық кеңістік дегеніміз, егер біз ислами тұрғыда түсіндіретін болсақ, бұл Алла тағалаға жақындау деген сөз. Біздің рухымызды негізі Алла тағала бізді екі нәрседен жаратты, жан мен тәннен. Жанымыз біздің жүрегімізде орнығады, бірақ біздің мақсатымыз Джо Диспензаның сөзін діни тұрғыдан интерпретациялайтын болсақ, біз өзіміздің рухымызды өлтірмей, тәнімізден ажыратып шығарып, анау кванттық әлемге апаруымыз керек ой арқылы, ойша барып қайтуымыз керек саяхаттап. Қалай?
сіз қалай ол жаққа барасыз? Егерде мына жақта сіздің энергияңыз төмен болса, установка убежденияларыңыз сізді басып тұрған болса, сіз қалай секіріс жасайсыз? Сондықтан сіз мына жақта барлық нәрсені тазалап алғаныңыз жөн. Мысалы, бір нәрсенің беті кір басып кетсе, бірінші оны қырлап, сырлап, әдемілеп, жарқыратып, жайнатып аласыздар ғой. Сосын барып ол шәйнектің сырты ағал-сағал болып тұрса, одан кейін ол шәйнектің түрі қандай болады? Адам қарағысы келмейді, иә? Ал егер шәйнектің сыртын жарқыратып қойсаңыздар, өзіңіздің түріңіз көрінеді. До того ол жарқырап шыға келеді. Тура сол сияқты біздің жанымыз, рухымыз кванттық әлемдегі энергетикалық потенциалмен түйісуі үшін біз миымыздағы орнығып қалған ескі паттерндарды, ескі установка убежденияларды өшіргішпен өшіруіміз керек. Ал өшіргішпен өшірудің ең күшті тәсілі, ең алдымен қағазға түсіресіз, жаза бересіз. Жазудың пайдасы сол, біз жазған кезде мынау, жаңа айттым ғой, миымызға түскен, есімізге түскен ақпараттың барлығы миымызда өңделген кезде жүйке тамырларға кетеді, сосын тәнге кетеді. Жүйке тамырлар арқылы тәнге сигнал береді. Жүйке тамырлары сіздің алған мидағы ақпаратты сигнал қылып жібереді тәнімізге. Сонда мына саусақтардың ұшы, мысалы сіз қағазбен қалам алып жазамын деген кезде айттыңыз, миыңызға тапсырма бердіңіз, ол бұйрық жүйке тамырларына кетті. Мен алдымда қолыма мына ручканы алдым, болды. Саусақтарым ұстады. Саусағым барып ана ручканы ұста демейсіз ғой сіз, ол автоматты түрде кетіп жатыр. Неге? Өйткені біздің миымызда жаңағы мен айтқан клетканың сыртқы қабаты, лыдан келеді атын ұмытып қалдым. Сыртқы қабаты сондай бір сигналдарды бізге беріп жатыр. Демек, біз сол қолымызға қалам алып жаза бастаған кезде біз іштегі бүкіл шерді қағазға түсіреміз. Бүкіл шерді қағазға түсірген кезде біздің түп санамыз қозғала бастайды. Бірінші санамыз жұмыс істейді, 5%, одан кейін есік түп санаға ашылады. Түп санаға қай кезде есік ашылады? Медитация қосылған кезде. Демек, біздің түп санамыз обычный, кәдімгі қарапайым, күнделікті бета толқында жүрген кезімізде біздің санамыз, түп санамыз жабық тұрады. Біз бета толқыннан жоғары көтерілуіміз керек. Ал бета толқыннан жоғары көтерілу үшін біз не істейміз? Альфа толқында болу үшін не істейміз? Біз медитация жасаймыз. Медитация жасаған кезде жатып жасауға болмайды, өткен жол айттым, жатқан кезде біздің миымыз бірден ұйықтау керек екен дейді, тағын бірден ұйықтап кетеміз. Джо Диспенза айтады, мен медитация жасайтын кезде 40 минут уақытты өзіме бөлем дейді. Есікті кілттеп алам, бәріне ескертіп айтам, маған маза бермеңдер деп дейді. Сөйтемін де өзімнің бөлмеме келіп, молдасын құрып, по-турецки сажусь дейді, енді молдасын құрып, көзді жұмып, музыка өзіне ұнайтын әуенді қосып, миды тыныштандыратын, тек қана әуен, андай бір мантраларды қосып алып, деп отырмаңыздар тағы. Олардың бәрі миға кедергі. Таза музыканы қосып аласыздар да, медитациялық музыканы. Сосын жаңағыдай көзді жұмып отырасыздар. Енді Джо Диспенза осы кезде айтады, сіз көзіңізді жұмып 80% сенсорлық ақпараттан арыласыз дейді. Өзіңіздің ішіңізге үңіліңіз дейді. Өзіңіздің көзіңізді жұмып тұрасыз да, ішіңізге үңілесіз. Сөйтесіз да басыңыздан башпайыңызға дейін көзіңізді жүгіртіп, түгел өзіңіздің ішіңіздегі көзбен қарайсыз. Сонда ол айтады, Джо Диспензаның медитациясының мақсаты бізді тәнімізден жаңағы жанымызды ойша ажыратып, өзімізге бақылау жасату ғой. Сонда сіз көзіңізді жұмып болып, ол айтады, жаңағы орысша сөздермен түсіндіріп жатыр ғой енді. Қолыңызға қараңыз, саусақтарыңызға қараңыз. Саусақпен кеңістік арасындағы азғантай кеңістікті сезетіндей дәрежеге жетіңіз дейді. Мысалы, үйдің, бөлменің кеңістігі ма, мынау біздің саусақ. Осы екі саусақтың арасындағы кеңістікті сезініңіз дейді. Оны сіз қалай сезінесіз? Санаңыз қосылып тұрғанда сезіне алмайсыз ғой. Сондықтан сіз жаңағыдай медитациялық музыканы қосып, көзіңізді жұмған кезде, зейініңіз, барлығыңыз ішіңізде болған кезде, жайлап бірден келмейді ол.
Джо Диспензаның бізге беретін кеңесі ол индукционный период, индукция кезеңі. Осы индукция кезеңінде біз бір апта осы медитацияға үйренуіміз керек. Мен бір 2 рет жасадым, бірақ бүгін қызық болды. Бүгін мен өзімді елестете алдым. Менің ойыма бір образ келді да. Оған өзім қуанып тұрған кезінде, сол сияқты сіздерге де сондай бір ойлар, образдар келе бастайды. Бірақ бұрын соңды жасамаған болсаңыздар қиын болады. Біртіндеп келесіздер. Мен ертең тапсырмаларды берген кезде біздің бірінші аптамыз осындай медитацияны бір апта құр медитация жасау арқылы миға ешқандай тапсырма бермей, тек қана медитацияның айтқан мәтінін, Джо Диспензаның, Александр Сенченконың әдісі бойынша, Джо Диспензаның әдісі бойынша медитация десеңіздер шығады өзі. Соларды қосып қойып, миды жаттықтырамыз. Одан кейін барып, келесі аптасында убеждениялармен жұмыс істейміз. Бұл жерде автор бізге былай дейді. Мысалы, сіз бізде өзіне сенімсіз, қорқақ қыздар көп қой. Сонда өткенде бір тапсырма берілді, естеріңізде ма? Эмоцияға қатысты. Сіз қандай эмоциядан арылғыңыз келеді, дәптерге жазыңыз деген тапсырмасы бар еді. Сонда әр медитацияда бір эмоциямен жұмыс істеңіз дейді. Яғни, сіз бір медитацияда сенімсіздіктен арылам, қорқынышымнан арылам десеңіз, миыңыз қабылдамай қалуы мүмкін дейді. Сондықтан сіз әр медитацияны бір эмоцияңызға арнаңыз. Мысалы, бір 40 минутыңызды сіз тек қана сенімсіздігімнен арылғым келеді деген ойды ойлап, сонымен ғана медитация жасайсыз. Қорқынышынан арылғым келеді. Нақты қандай қорқыныш, неғұрлым нақты, детально сіз миыңызға тапсырма бересіз, соғұрлым сіздің миыңыз жақсы сізге жауап бере бастайды. Медитация кезінде біздің жаңағы 5% санамыз бен 95% түп сана арасындағы есік медитация кезінде ашылады екен. Ал түп санадағы есік ашылған кезде түп санамыздағы қатып қалған установка убеждениялардың несі өшіргіш сияқты өшіресіз ғой сіз медитациямен дұрыс ойларды миыңызға жіберу арқылы өшіргішпен ескі нәрселердің бәрін өшіресіз. Дәптеріңізге жазу арқылы. Қысқасы қыздар, қандай ой түйдің бұл кітаптан? Өте потенциалы жоғары кітап. Кез келген жер планетасындағы адам бұл кітапты кәдімгі жаттап алу керек қой. Жаттап, түйсігіне қондырып, ерінбей 100 рет болса 100 рет, 1000 рет болса 1000 рет жасау керек. Мысалы, сіз 365 күнде, күнне 1 реттен жасап тұратын болсаңыз, 1 жылда сіздің өміріңіз 180 градусқа өзгереді. Мен бұған гарантия бар деп айталам, себебі мощный эффект алуға болады да. Осы жерде тағы да бір айта кететін нәрсе, автордың өз кітабында мынадай бір тамаша сөзі бар. Шіркін, егер де адамдар өзінің миының қарым қабілетін, мүмкіндігін шынайы түсінетін болса, бұл әлемде бақытсыз адам болмас еді дейді. Себебі біз өзімізді өзіміз бақытсыз қылады екенбіз, біз өзімізді өзіміз ауру қылады екенбіз. Сол бейберекет, қадағаланбайтын эмоциялар, санасыз жасалатын әрекеттер, ойсыз жасалатын әдеттер арқылы, автоматты жасалатын әдеттер арқылы, робот сияқты қимылдау арқылы, ойланбайтын, ойсыз болғандығымыздың арқасында біздің өміріміз жай ғана суша ағып бара жатыр. Сондықтан алдағы уақытта сіздер Буктайм клубының мүшесі болғандықтан, кітап құндылығын түсінетін болғандықтан, эфирден алған, талдаудан алған әрбір мәліметті ой елегінен өткізіп, санада бекітіп, дұрыс әрекеттерді жасауға талпынуларыңыз керек. Яғни сіздердің әрбір минуттарыңыз, секундтарыңыз саналы өтуіне өзіңіз ықпал етуіңіз керек. Мен Буктайм клубына мүше болдым ба? Демек, мен осы аптада мына кітаптың талдауын бітіруім керек. Сол жердегі әрекеттерді жасауым керек. Немесе қатардан қалмай, Айсұлу ханымның соңынан ілесіп, Джо Диспензама қазір талданып жатқан, осыны Джо Диспензаны оқып
талдауларды тыңдап мынау нелерді жасауым керек, практикаларды, техникаларды деп өзіңізге бір мақсат қойып алсаңыз, жайлап ойы өзгерген адамның міндетті түрде әрекеті өзгереді. Ойы өзгерген адамның міндетті түрде дұрыс әдеттері қалыптасады. Себебі сіз әрекеттеріңізді саналы түрде өзгерткеннен кейін бірте дұрыс әрекеттер сізде әдеттер пайда бола бастайды. Дұрыс әдеттер пайда болған адам жай өзінің тағдырын өзгерте алады. Конфуцийдің сөзі ма, кімнің сөзі еді? Бірінші ой, одан кейін әрекет, одан кейін әдеттен кейін барып тағдыр. Мінез тағдыр дейді. Әдеттен мінез қалыптасады, мінез тағдырыңды өзгертеді. Сонда қарап тұрсақ, бұл кәдімгідей өмірлік заңдылық қой. Сол заңдылыққа сәйкес біз дұрыс әрекеттерді жасауымыз керек. Құрметті достар, қандай сұрақтарыңыз бар? Давайте сұрақтарға біраз талдау жасап тастайық Джо Диспенза бойынша, одан кейін эфирді қорытындылаймыз. Бір уақытта бірнеше кітапты тыңдағаннан қаншалықты эффективно, практикалық тапсырмалары көп болған жағдайда. Сондықтан да Айгүл, мен сіздерге айтам. Сіздер бүйтесіздер, бір 6000 теңгенің бетіне қарайсыздар да, сөйтіп бір айға қосылып аласыздар, сосын қалтырап дірілдеп жүресіздер, міне бүйтіп. Адам кең болу керек қой. Бұрын сіздер кедейлік категориясынан ойланатын болсаңыздар, 6000 теңгені әзер тауып алайын, жеткізіп алайын, сосын ойлана тұрам деп кедейлік позициясынан, кедейлік категориясынан ойланып әрекет жасайтын болсаңыздар, енді сіздер өзіңіздің жаңа меніңізді қалыптастыру үшін байлық категориясынан ойланып көріңіз. Байлық категориясынан ойлану дегеніміз, Буктайм клубының пайдалы екенін білдіңіз ба? Бір жылға алып тастаңыз, көзді жұмыңыз да, бір жылдық абонемент алыңыз да, сөйтіп 365 күн 24/7 сіздің құзырыңызда бұл канал. Қалай пайдаланам десеңіз де өзіңіз білесіз. Жатып тыңдайсыз ба, тұрып тыңдайсыз ба, отырып тыңдайсыз ба, көлік жүргізіп барып тыңдайсыз ба? Ол бірінші. Енді мен негізі деп айтам, ылғи. Мысалы, мен өзім қандай адаммын? Мен шығармашыл адаммын. Мен дисциплинаға көп бағына бермеймін. Дисциплина менде өзімнің бағытыма сай, мақсатыма сай болмаса, басқалардың айтқанымен жүре бермейтін адаммын да. Мен өзімнің лидерлік позицияда болғаннан кейін өмір бақи өзіме ұнайтын нәрсені ғана жасаймын, ұнамайтын нәрсені жасамаймын. Мен біреуге жалтақтап, біреуден қорқып, ыңғайсыздану деген тема менде жоқ. Сондықтан ұйқымнан тұрам, мысалы мен Буктайм клубының мүшесі болсам, не істеймін? Менше өзімнің талдауларымды өзім тыңдаймын, қыздар, сенесіздер ма? Өйткені мен де кітап талдағаннан кейін, мысалы 1 жыл бұрын талдаған кітаптарымды, 2 жыл бұрын талдаған кітаптарымды мен де кейде ұмытып қалам бүге-шүгесіне дейін. Общая суть есімде, ал бірақ кейбір детальдар есімнен шығып қалады. Сондықтан мен кейде ыдыс жуып тұрғанымда, немесе басқа бір нәрселерді жасап тұрған кезімде телеграмды айналдырып отырамда, не тыңдағым келіп тұр, соны басам. Сөйтем да, соны тыңдап алам өзім. Сосын есіме түседі, мына жерде мынандай еді ғой деп, себебі мен оқимын ғой кітаптарды. Сол сияқты әр уақытта бірнеше кітапты, егер де сіздің жаныңыз солай қалап тұрса, онда тұрған ештеңе жоқ. Мысалы, бүгін сіз таңертең тұрдыңыз, 1000 миллион істерім істелінбей тұр, осы прокрастинация туралы, самодисциплина туралы тыңдап алайыншы деп өзіңізге мотивация бересіз да. Буктайм клубындағы талдаулар сізге мотивация береді. Күнделікті мотивация беруге арналған негізі. Сосын одан кейін жаңағыдай білім береді, тек қана мотивация бермейді. Ал енді системный қыздар болады. Мен сондай қыздарды жақсы көремін. Системный қыздар дегеніміз қандай қыздар? Олар, міне, осы айда тіркелді ма? Осы айда тіркеледі де, қай кітап талдап жатыр? Джо Диспензаның. Барлық нәрсені жинастырып қояды да, Айсұлханнан ілесіп, Айсұлханнан қалыспай дегенім, Джо Диспензаның кітаптарын мұқият жазып, сызып, 24 сағаттың ішінен жарты сағатты арнап, отырып, кәдімгі күштілеп тұрып, игеріп алатын қыздар болады. Ондай қыздарға да респект, бәрін, сондай қыздарды тоже уважаю. Сіздер қай топқа жататындарыңызды мен білмеймін. Ол адамның темпераментіне, өмір сүру темпераментіне байланысты. Мен мысалы асығып аптыққанды жек көрем. Өзім баппен,
жүргенді жақсы көретін адаммын, баппен істегенді жақсы көретін адаммын, маған ешкімнің указы өтпейді. Мүмкін сіз сондай шығарсыз. Өзіңіздің бір іс-әрекеттеріңізге, характеріңізге өзіңіз былай анализ жасап көріңіз да, қай формат сізге ыңғайлы, солай алыңыздар. Ал бізде мысалы қыздар бар, енді бұл буктаймда отырғандар, қазір эфирде отырғандар ондай емес шығар. 6000 теңгені төлеп кіріп алады да, сосын айдың соңында күшті ұнап жатыр дейді да, сол бір 6000 теңгені ақботаның артынан 100 жүргізіп төлейтіндер бар да. Мен жүрме артынан бәрін өшіріп таста деп отырмын. Білімді сен ал деп ешкімнің артынан жүгірудің қажеті жоқ. Ол жағынан принцип болу керек адамда деп. Сондай ғой, біз саналы өмірге аяқ басқан ханымдармыз. Сондықтан әрекеттеріміздің саналы болғанын қадағалайық, өзімізге есеп берейік. Сіздер 600 000 теңге төлеп отырған жоқсыздар. 200 000 теңге төлеп отырған жоқсыздар. Бір наяты бір жылға 60 000 теңге. Қазір мен мысалы бағасын өсіріп жатырмын буктаймның, ал сіздерге тиісіп жатқан жоқпын. Это из-за уважения к вам. Өйткені сіздер анау мамыр айынан бері отырған қыздар бар менде. 2 маусым бізде қашан басталды буктаймның. Содан бері отырған қыздар бар. Соларға менің көрсеткен ізгі құрметім. Қарапайым айтқандай ынжықтығымызды жеңіп жаңа мен жасау екен. Иә, қарапайым тілмен айтқанда сол. Түсінікті, рахмет дейді. Я, Айгүл ханым, ренжімеңіз, мен жалпы барлығыңызға ортақ ақпараттарды айттым. Негізі әркім өзіне ыңғайлы жақты қарастырған абзал. Эфир сақталады. Сосын қыздар, мен негізі өте кейбір мынандай болайық та қыздар, кең болайық, сараң болмайықшы. Бізде бір қыздар бар, мірден сір айырып, не дейді жаңағы, жұмыртқадан жүн құрқатын қыздар бар да. 6000 теңгенің бетіне қарап жылайтын қыздардың жаңағы балама ұрсам ғой мен, алуаға бір ашуланатын болсам. Мірден сір айырмаңдаршы деп. Мірден сір айыру деген қазақта жақсы сөз бар. Болмаш нәрсені пайда көріп, жұмыртқадан жүн қырқып отыратын адамдар болады. Сондай адамдар менің кеңістігімде жүргенін қаламаймын. Кең болу керек та адам, кең. Қаншалықты кең боласың, соншалықты кем болмайсың. Бұны айтып жатқан себебім, мен енді сіздермен байланыс жасамаймын ғой, оплата жасаған кезде. Ақбота жасайды, сіңілім. Сонда маған кейде айтады, осы пәлен деген қыз бар, түген деген қыз бар деп айтады. Мен мүлдем байланысқа шыққым келмейді, үндемей шығарып тастай сал, артынан жазба деймін, бірақ ол қоймай жазады екен сіздерге. Сол жағынан айтып жатырмын да, біз егерде бай болғымыз келсе, байлық категориясымен ойланып үйренейік. Бай адамдар, бай әйелдер 6000 теңгені есептеп отырмайтын шығар. Ойымыз бай болу керек та біздің. Сондай бір нәрселерді бір алдыңызға бір адам келді ма, сіз соны байлық категориясымен қабылдап үйреніңіз. Кез келген адамды байлық категориясымен ойланып үйреніңіз. Джо Диспенза айтады ғой, аурусыз ба, сау адамның ойымен ойланып көріңіз дейді. Мен аурумын ғой, мен ондаймын ғой деп ойланбаңыз. Сіз 12 мүшесі сау адамның категориясымен ойланып көріңіз. Егерде сіз бақытсызбын деп ойлайтын болсаңыз, бақытты адамдардың категориясымен ойланып үйреніңіз. Остается 1 минут дейді, мына жақта сөйтіп сигнал беретін болыпты. Ал құрметті достар, эфир баршамызға түсінікті болған шығар. Комментарий көп жазған, күшті ойлармен бөліскен адамға осы кітапты сыйлаймын. Осы кітаптың ақшасын жіберем, басқа қаладан болсаңыз, осы қаладан болсаңыз да сөйтем, сатып алып табыстаймын, Яндекспен курьермен жіберем, әйтеуір сіздерге бір кітапты сыйлаймын. Енді бұны бермеймін, әрине бұны өзім шимайлап тастадым, жаңасын алып берем. Әр айда кітапты ойнататын болам. Сондықтан менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Мен кеңмін дедім ғой, айтпақшы сараң емеспін. Неге? Себебі мына буктайм клубында сіздерге 16 эфирді сыйға тартып отырмын. 6000 теңге төледі, ана эфирді скрывать етіп таста деп айтқан жоқпын мен. Барлығыңызға доступный. Сондықтан осы жердегі эфирлерді алсаңыздар болады. Ең дұрысы Ақботаның артыңыздан жүргізбей 60 000 теңгеге жылдықты сатып алып тыныш отырыңыздар. Мен де тыныш, сіз де тыныш. Сіз білімді аласыз, мен кітап талдауды жалғастыра берем. Солай ғой, солай келсек ең дұрысы сол. Маған да сол жеңіл.
Ал жақсы, сонымен эфиріміз тәмам, құрметті қыздар. 19 ғана секундымыз қалыпты. Келесі эфирде кездескенше.